Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін восточный пирог дайындайтын боламын. Бұл пирогты аяқ асты қонақтар келгенде тез дайындап жіберуге болады. Бір жасағаннан шығатын дәмді пирог. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Ең бірінші біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 70 грамм қант қосып, көпіргенше араластырамыз. Үстінен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Массаның үстінен 10 грамм разрыхлитель саламыз және де 280 грамм ұнымызды ұн електен өткіземіз. Қамырдың басын біріктіріп, илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қолға жабыспай осылай шығады. Дайын қамырымызды 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 100 грамм грек жаңғағын қатты ұсақтамай турап аламыз. Бізге бір банка сгущенка қажет. Сгущенканың сапасы бұл жерде маңызды. Мен осындай сгущенканы қолданамын, Рогачевтың. Қамырымызды формаға салып, қолмен жайып аламыз. Форма менде 20-30 см размерде. Сіздер 26-28 диаметрлік формада жасасаңыздар болады. Үстінен жаңғағымызды салып, сгущенканы құйып тегістеп аламыз. 180 градусқа дейін қыздырылған духовкада 20 минуттай пісіреміз. Пирогымыз пісті, толық суығаннан кейін формадан аламыз.
30 грамм шоколадты водяной баняда ертіп алып, толық суған пирогтың үстін әсемдейміз. Пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.